Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар жігіттер? Бүгін осы видеода біз триггер туралы айтатын боламыз. Жалпы триггер деген не нәрсе? Ол, егер қазақша айтатын болсақ, онда қоздырғыш, яғни сіздің бір әрекетке баруыңызға себепші болатын нәрсе. Ол, мысалы, жаңағындай біздің тематикаға келетін болсақ, біздің каналдың тематикасына ондай болса, мысалға сіз әлеуметтік желіде отырсыз, Instagram, Facebook, тағы не бар, TikTok, YouTube деген сияқты әртүрлі әлеуметтік желілер. Сол жерде сіз жаңағындай қарап отырасыз, сол кезде не нәрсе болады арасында, енді бірен-саран оның өзі негізі жетіп жатыр. Сізді жаңағындай ішіңізде құмарлығыңызды оятатын әрекеттер, яғни қоздырғыштар. Олар мысалы әйел адамның шашы, болмаса кеудесі, немесе жамбасы деген сияқты, болмаса саны или басқа да жаңағындай бір белгілі бір позаларда тұруы деген сияқты адамға сондай әрекет туғызушы себептер болады. Және егер бізде срыв аз болуы үшін не істеуіміз керек деген кезде осы нәрсені, осы кеңесті пайдалануға болады. Ол жалпы триггерлерден қашу, яғни қоздырғыштардан қашу, оның ішінде әлеуметтік желіні азайту, және де өзіңізді бір нәрсемен, басқа бір нәрсемен шұғылдандыру секілді. Себебі осы телефон, осы интернетте, осы әлеуметтік желілерде ең көп триггерлардың осындай шоғырланған бір ордасы ол. Сол үшін сондай жаңағы аяқ астынан пайда болатын қоздырғыштардан қашу керек. Және олар бірден әсер етеді деп айта алмаймын. Олар мысалға сізге көзіңізге түседі, одан кейін ол сіздің миыңызда біраз уақыт бойы жүруі мүмкін, және кейін барып ол сондай әрекетке, мастурбацияға ұласуы мүмкін. Сол үшін жігіттер және мүмкін қыздар, егер болса, мен көрермендерім арасында өзімізді пайдалы нәрсемен шұғылдандырамыз, әлеуметтік желіні азайтамыз. Сол кезде жаңағы мастурбация жасап қою рискі азаяды. Қуатты болыңдар.